Жедел жәрдем көліктерінің тозуына байланысты мәселе жоқ па сіздерде? Біз жаңадан лизингпен сондай көліктерді алып отырмыз және оны жалғастырамыз. Келесі Жақсы, сұрағыңыз. осыған қатысты мен енді сізге негізгі сұрағымды қойсам осыған қатысты. Сіздің өңірде жедел жәрдем көліктерінің 70% тозығы жеткен көліктер болып саналады. Бұл ресми ақпарат. Сіз жаңа өзіңіз атап өттіңіз, ешқандай кешігуге байланысты шағымдар жоқ дедіңіз. Осы 70% көліктердің тозығы жетуіне байланысты бүгінгі таңда жедел жәрдем қызметіне, жедел келуіне байланысты шағымдар саны артқан. Сіз сонда өңірдегі бұл жағдайдан хабарсыз ба? Және де бұған дейін енді 70% көлік ескіргенге дейін, тозығы жеткенге дейін неге қарап отырылды? Әлде бұл енді өңір тұрғындарының денсаулығына бір салғырттықпен қарау деп есептемейсіз бе? Олай есептемеймін, салғырттықпен қарамаймыз. Өйткені өңір тұрғындарының денсаулығы, оның өмірі біздің басты бақылауымызда. Және тағы да айтылып айтам, тиісті басқармамен біз осы биыл ғана жаңадан 35-тей жаңа осы жедел көлігін біз алдық. Лизинг бойынша қосымша тағы да жыл сайын осындай лизингпен біз поэтапны дейміз, этаптар бойынша оларды жаңартып отырамыз. Бұл денсаулық сақтау мәселесі әлбетте кез келген мемлекет болсын, кез келген өңір болсын бірінші кезекте. Сондықтан оған салғырттық қарамақ түгіл біз жанымыз ашып қараймыз. Соны сеніңіздер. Тозығы жеткен 70% тозығы жеткен көлікпен сапалы медициналық қызмет көрсету мүмкін бе сіздің ойыңызша? Тағы да айтылып айтамын, тозығы жеткен болуы мүмкін, бірақ олардың орнын біз жаңадан жаңартып жатырмыз. Тағы да айтылып айтамын, жаңартып жатырмыз уақытылы. Біздің облысымызға келіңіз, бірлесіп қарайық. Сол жаңағы гараж деп айтамыз ғой, жаңағы қанша сондай жедел көлігі бар, олардың жағдайларын бірлесіп қарайық.